Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін таңғы асқа овсяный пудинг дайындаймыз. Сұлы жармасын, яғни овсянканы ыдысымызға саламыз. Үстіне бір ас қасық чия дәндерін, бір ас қасықтан какао және де аздаған бал қосамыз. Үстіне кез келген сүтті құямыз. Кокосовый, авокадоның, менде 3/2 әдеттегідей сүт. Енді жақсылап араластырып, үстіне 2 ас қасықтан табиғи греческий йогурттан қосамыз. Йогуртты салғаннан кейін дәл осы қалпында тоңазғышта 4-5 сағатқа қойып қойдым. Бұл кезде біздің чия дәндері біршама ұлғаятын болады. Уақыт өткен соң тоңазғыштан алып малинаны езіп қостым. Бүтіндей салсаңыздар да болады. Бір бананды да алып кесіп пудингтің үстіне орналастырамыз. Ең оңай, пайдалы овсяный пудингті сіздерде жасап көріңіздер. Овсяный пудинг углеводқа бай болғандықтан энергияны арттырады, ал чия дәндерінде омега-3 және көптеген витаминдер бар. Достар, видео пайдалы болса, каналыма тіркеліп кетеміз. Сіздермен бірге болған мен Алтынай. Келесі видеода кездескенше.